Ассаламағалейкум қадірмен көрермен, шұғылай арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде Oppo A74 жаңылыспасам Google аккаунтқа түсіп қалған. Wi-Fi-ға қосып аламыз, осына қалай ашуға болады енді көретін боламыз. Ол үшін бізге сим карта керек болады. Бізде пин-код сұрайтын сим карта, ол керек емес. Біздің ішінде сим картасы бар екен. Істеп тұрған сим карта. Экстренге кіреміз. 112-ге қоңырау шаламыз. Мына жерден координатқа баса бересіздер ойынан. Координатқа басып координатыңызда GPS шығып тұру керек. Енді қоңырау шаламыз. Ерден карта шығу керек. Шықпады. Мінекей. Сим картаны шығарып тастаймыз. Не установлен. Кез келген бір неге баса салайық келіңіздер. Мына жерден поделиться, share, сообщение. Бізде свет өшті. Кез келген бірін таңдай салайық. Бұл жерде YouTube-та біздің алдымызда көрген екен адамдар. YouTube-пен кіре алмаймыз бұны. Біз істейміз. Камераға басамыз мына жерден. Камераға түсіреміз. Шах еткіземіз. Прикрепить. Фотоның үстіне басамыз. Share. Google поиск по изображению. Search is image деген таңдайсыздар. Не жақта тұру мүмкін, не жақта тұру мүмкін. Осыған басамыз. Интернеттің істеуіне де байланысты Wi-Fi-ға. Не болмаса бүйтеміз. Артқа қайтамыз. X-ті басамыз. Share. Поиск по изображению. Интернеттің істеуіне байланысты енді бұл. Поискқа басып көреміз бұлай. Интернет істемей жатыр. Интернет істеген соң жалғастырайық, онда мен сіздерге көрсетемін. Мінекей бізде телефон енді интернет істеді, көрдіңіздер. Мына жерден кез келген біреуін таңдаймыз. Кез келген болғанда сайтқа кіріп тұрғанын таңдаған дұрыс. Яндексті ашып тұр ол бізде. Интернеттің істеуін көрдіңіздер. Мына жерден перейти. Визит болады не болса, ағылшын тілінде болса. Добро пожаловать в Google Chrome. Айтып отырмын ғой, бір сағатта келін күтемін, егер келетін болсаңыз. Келем. Мінекей, мына жерден продолжить без выхода аккаунт. Енді кез келген бір жазудың үстіне басып тұрамыз да. Болған жоқ. Сайтқа кіріп кетіппіз ғой бізде бір. Device Market. Кез келген бір сайтқа кіре салсақ несі болады ше. Перейти.
міне удобный 3 нүкте веб поиск. Интернетimiz тағы істемей қалды. İstеп жатыр ма? Міне. Енді мына жерге X-қа басамыз. Ол жерге Adron деп жазамыз. Adron байпас таңдаймыз. Adron байпас Google аккаунт 2024. Open settings. Şimdi екінші телефон керек болады. Екінші телефон клонирован телефон NS Cloud. NS Cloud емес, кез келген приложение болады. Ең об устройство көріп кете салайық. 74 Android версия 13. Версия мынандай. Версия Android 13 23 ноябрь 2023 ноябрь дейді. Енді біз не істейміз? Главный экранға кіреміз, блокировка. Вид главный экранға 6x 4x. Саламатсыз ба? Инструменты, клонированный телефон. Это новое устройство. Разрешить. Енді мына жақтан клонированный телефонға кіреміз, екінші телефоннан. Принять, продолжить. Сканер код, окей. Деуштинст. Деуштинст дейді. Не тілге кіріп кеткен, ағылшын, неміс тіліне кіріп кеткен ғой деп жаласпасам. Кәдеке бөлігін қосылу керек. Мен өшіп шығамыз. Отменить. Приложениені қалдырамыз. Далее настройка клонированиені қосамыз. Далее приложениеге басамыз үстіне. Өшіріп істейміз. Үстінен басамыз NS Cloud мінекей. Окей, далее. Деуштец. Разрешить. Начать перенос. Готово. Ладно, алып тастаймыз. Айта беріңіз. Готово. Кнопки следующий. Пропустить. Готово. Начать работа. Начало работы не болмаса. Телефон ашылды. Енді телефон настройкасының ішінен кіріп, толық бір форматта жібереміз. Сброс настройка жасаймыз. Reset all data дейміз ғой, короче. Все данные удалить. Смыслы тұра берсін. Дайын. Видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз. Саламатта болыңыздар.